Қазақ тарихында ерекше тұлғалар болған. Олардың ерекшелігі бір ғана қызметтің шеңберінде қалып қоймағаны. Мемлекеттік қызметті атқара тұра халықтың мұрасын түгендеп, ұлттық өнерді қайта тірілтіп, жоғалтқанымызды іздеп табылғанын елге қайтарып отырады. Өзбекәлі Жәнібеков дәл сондай феномен. Ол кеңестік жүйенің қатал тәртібінде жүріп-ақ ұлттық мәдениетті қорғауға ұмтылған, тарихи сананы жаңғыртуға еңбек сіңірген, елдің дәстүрлі өнерін сақтауға күш жұмсаған нағыз қайраткер. Тағдыр тағылымы авторлық кітабында оның қоғамдық бейнесі, ұрпақ тәрбиесі, ұлттық мәдениет, дәстүрлі өнер, тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау бағытындағы еңбегі айқын суреттелген. Мен бүгін Өзбекәлі Жәнібековтің өмір жолы мен қызмет баспалдақтарын, ел есінде қалған оқиғаларды және мәдениетке қосқан үлесін талдап таразылаймын. Өзбекәлі Жәнібеков 1931 жылдың 28 тамызында қазіргі Түркістан облысындағы Сарығамыс атты ескі қоныстардың бірінде дүниеге келеді. Бұл Арыс өзенінің сырға құяр тұсы, отырар маңай екенін өзі нақтылап жазады. Ата-анасы көршілерін шақырып шілдехана жасап, ауылдың қадірлі қарты Өзбек ақсақалдың құрметіне баланың атын Өзбекәлі қойған. Балалық шағы бір жағынан ауыл тіршілігі, екінші жағынан тағдырдың қатал сынынан тұрады. Ол ерте өседі. Тұрмыстың тапшылығы, жетімдіктің зілі, отбасындағы күрделі жағдайлар бала көңілін тез есейтеді. Анасы қанша туралы айтатын естеліктерінен, бала кезіндегі ауыр күйзелістерден оның мінезінің тұйық болып қалыптасқанын көреміз. Алайда дәл осы дүние Өзбекәлінің ішкі жауапкершілігі жоғары адам болып өсуіне негіз болғанын да аңғартады. 1938 жылдың 1 қыркүйегінде Өзбекәлі мектепке оқуға барады. Ол кезеңдегі ауыл мектебінің тәртібі бөлек еді. Балаларды дайындығына қарай бөліп оқытатын болған. Кейін бұл жүйенің педагогикаға сай еместігі анықталып, оны бірден келесі сынапқа өткізіп жібереді. Өзбекәлі үшін балалық кезең жай ғана естелік емес, кейінгі өмірлік ұстанымдарының іргетасы іспетті. Уақыт өте келе ол мемлекеттік қызметте жүрсе де, ұлт мәдениетін ұсақ түйек деп қарағандарға қарсы тұрып, халықтық дүниелердің қадірін түсіндіруді мақсат етуінің түбі осы балалық шағында көрген жоқшылық пен әділетсіздіктен алған сабағы. Өзбекәлі Жәнібековтің білімге ұмтылысы ерекше еді. Ол соғыс жылдарының қиыншылығында да оқуды тастамайды. Соғыс кезіндегі ауылдың ахуалы, дәптердің орнына газетке жазып оқыған күндер, бір мұғалімнің бірнеше сыныпқа кезекпен сабақ беруі бәрі сол дәуірдің шындығын көрсетеді. 1945 жылдың күзі, сол жылы 7 жылдықты бітіріп, аудан орталығы Шәуілдірдегі Жамбыл атындағы орта мектептің 8-ші сыныбына оқуға түседі. Интернатта жатады. Интернаттағы жағдайды өзі ашық жазады. Тамақ мөлшері, қаранан, атала бәрі өте шектеулі аз. Бірақ дәл осы кезең Өзбекәлінің екі қасиетін шыңдайды. Ол өмірде төзім мен білімнің құнын білу. Бұл қасиеттер кейінгі қызметінде, әсіресе ұйымдастыру жұмыстарында, қиын сәтте жауапкершілікті өз мойнына ала білуді қажет ететін кездерде анық көрінеді. Өзбекәлі Жәнібековтің өз сөзімен айтқанда, мансабын бастапқыда мұғалім болып бастап, кейінгі кәсіби жолы партия, кеңес, комсомолдағы қызметтерде жалғасқан. Бұл кеңестік дәуірдің нақты шындығы, тоғетері ол кезеңде қоғамға ықпал еткін келсе, жүйенің ішінде жүріп жұмыс істеуден басқа жол жоқ болатын. Бірақ Өзбекәліні өзгеден ерекшелеп тұратын бір нәрсе бар еді. Онысы қызметті мансап емес, ұлтқа қызмет етуші құрал ретінде қабылдауы. Ол өзі де мемуарында ұлттық киім-кешек, ою-өрнек, көне аспаптар, халық билері сияқты салаларға араласуына да оны тікелей істейтін адамдардың тапшылығы себеп болғанын ашық айтады. Яғни ол мемлекет жұмысының ішінде жүріп-ақ мәдениетке қол тимейді деп сырт айналмай, керісінше сол бос қалған кеңістікті толтыруға ұмтылған. Өзбекәлі Жәнібековтің өміріндегі маңызды эпизодтардың бірі 1966 жыл Мәскеуде өткен одақтық комсомолдың 15-ші съезінде болды. Ол сол жиында мыңдаған адамның алдында сөз сөйлеп, аудиторияны бірден баурап алады. Сол сәтте пайдаланған ораторлық тәсілін өзі былай сипаттайды. Сөзімді әдеттегі партия міндетінен емес, тыңдаушыны елең еткізетін ойдан бастауды мақсат еттім. Бұл эпизод оның басқарушы ғана емес, коммуникацияны түсінетін, саяси технологияны, көпшілік психологиясын сезетін тұлға екенін көрсетеді.
Өзбекәлі Жәнібековтің ұйымдастырушылық қабілеті оның кәсіби биографиясындағы нақты оқиғалардан анық көрінеді. 1972 жыл жаңа жыл қарсаңында Арқалықта балалар үшін мұз қалашығын орнату жұмыстары қолға алынады. Бірақ қалашықтың қоршауы ұмыт қалғанда, ол қала басшыларын шақырып алып, өзі солармен бірге үн-түнсіз мұз блоктарын құрастыруға кіріседі. Нәтижесінде 30-40 минуттың ішінде мұнаралы қамал қалашық дайын болады. Бұл Өзбекәлі үшін басшы айтсын, қосшы істесін емес, өзі бастап, өзі аяқтайтын мінездің қашанда басым болғандығын көрсетеді. Тағы бір ерекше оқиғаға тоқталсақ, 1973 жылы жазға қарай Торғай облысына бірінші хатшы Дінмұхаммед қонайып келеді. Сол сапарға орай Арқалықтағы музейді ашу жоспарланып, экспозициялар дайын болғанымен еден сырлау жұмысы істелмей қалады. Сонда Өзбекәлі кешкі 6-да келіп, көріп, түнгі 3-ге дейін басшыларды жинап, әріптестерімен бірге музейдің еденін дәлізімен, баспалдағымен қоса сырлап шығарады. Ал қонайып келгенде жаңа музейді көріп, айрықша риза болып кетеді. Бұл оқиғаларды біріктіретін бір фактор бар. Өзбекәлі Жәнібеков үшін мәдениет, салтанат, жалған есеп үшін емес, мемлекет назарында тұруы тиіс басты құндылық рухани темірқазық. Жәнібеков тек мемлекеттік қызметкер емес, қалам ұстаған адам. Ол өзінің ізденістерінің нәтижесінде бірнеше еңбек жазған. Олар қазақтың қолтума мәдениеті, жаңғырық алтын домбыра жайлы аңыздың ізімен, уақыт керуені, жол айрықта және тағы басқалар. Оның еңбек жазудағы бір ұстанымы өте маңызды. Кітапты ғылыми диссертация үшін емес, қалың көпшілік түсінсін деп жазады. Яғни, ол ұлттық мұраны тек академияға қамап қоймай, халыққа қайтаруды көздеген. Өзбекәлі Жәнібековтің қызмет жолындағы аса ірі белес 1988 жыл еді. Ол сол жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы болып сайланады. Осы қызметке келгеннен кейін әдебиет пен өнерге, тарихи тұлғаларға қатысты бұрынғы қателіктерді қайта қарау, әділетсіз қаулы қарарлардың күшін жою жөнінде ұсыныстарды мықтап қолға алады. Бұл кеңестік идеология қыспағында қалған ұлттық тарихты түзетуге жасалған нақты қадамдарының бірі болатын. Оның жобаларында алаш қайраткерлері мен бірқатар істердің қайта қаралмай қалғанына өкініш те бар. Бірақ мәселе көтерудің өзі сол уақыт үшін нағыз батылдық емес пе? Өзбекәлі Жәнібековтің өмір жолына қарасақ, 3 үлкен қорытынды шығады. Бірінші, ол тұлғаны қалыптастыратын орта ғана емес, тағдырға қарсы тұра білу екеніне көзімізді жеткізді. Соның бір ғана мысалы 1931 жылы кішкентай ғана Сарықамыста туған, соғыс жылдарының жоқшылығын көрген бала білімді қашанда жоғары қоя білді. Екіншіден, Өзбекәлінің қызмет жолы нағыз басшы, жауапкершілікті басқаға ысырып тастамайтын адам екенін дәлелдеп кетті. Арқалықтағы мұз қалашығы, музей оқиғасы соның дәлелі. Үшіншіден, ұлт мәдениеті қосымша тақырып емес, мемлекеттің негізгі рухани қазығы, күнделікті күнтізбедегі басым бағыт екенін айқындап берді. Ол кітап жазды, рухани мұрамызды жаңғыртуға араласты, тарихи әділеттілікті көтерді. Көпшілік түсінетін тілмен сөйлеуді мақсат етті. Сондықтан Өзбекәлі Жәнібековтің тұлғалық болмысын бір ғана еңбегімен шектеу қиын. Ол кеңестік дәуірдің ішінде жүріп, ұмытыла бастаған дәстүрді сүйреп шыққан, ұлттық руханияттың жүгін арқалаған шын қайраткер, руханияттың қаранары. Оның өмірбаяны бүгінгі ұрпаққа мәдениетке қызмет ету сән үшін емес, елдің ертеңі үшін қажет деген ойды аманаттайды. Ендеше бүгінгі мәдениет жетекшілері аталған аманатты арқалай алып жүрме? Руханият саласының тізгінін қолға ұстаған азаматтар қазақтың рухын оятқан ұлттық идеология сардары Өзбекәлі Жәнібековтің зерттеулері мен жасап кеткен жобаларының күнделікті қызметтерінде қаншалықты ескеріп жүр. Велосипед ойлап таппай-ақ ұлт мәдениетін, дәстүрі мен әдет-ғұрпын жаңғырту, таратудың Өзбекәлі ағамыз жасап кеткен бағдарламаларын жалғастыру арқылы көп дүние істеуге болатындығын бізде терең түсінетіндер бар ма? Қанша жерден талантты да менеджерлік ауқымы кең бола тұра, Жәнібековті орталықта көп ұстамай бірінші басшылық қызметтерге баруына кімдер кедергі болып отырды? Оны маңызды республикалық шаралар жасарда Алматыға қызметке алдырып, сосын жағдайы шектеулі жұмыс участоктеріне, өңірлерге орынбасарлық лауазымдарға жіберудің астарында не жатыр? Сауал көп, ал жауап ше?